Іздегенге сұраған демекші, құрметті достар, біз осы салада айналысамыз, шатыр шығару саласында және станоктарды көрсету саласында. Осы станок біраз уақыт болған екен, тұрып қалғанда, және өзінің иесін іздеп тұр. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Мақсут болады. Түсіндіріп кетсеңіз. Бұл станок темір, сосын мына гипсокартонный профильсіз айтпақшы, сондайларды өндіруге арналған станок. Ені 60 метр, ұзындығы 3×30 или 3 метрдің көлемі, салмағы енді өлшемеппін, ауыр ол. Шамамен 1-2 тонна шыға ма? Шығады. Және қай уақытта алынды, қанша уақыт тұрды, қанша уақыт жұмыс істеді бұл? Біздер 2017 жылы алдық бұны. Содан кейін где-то бір уже 8 жыл болды. 8-9 жыл болды ғой биылмен енді. Жұмыс істегені где-то бір 1-2 ай жұмыс істеді. 1-2 рулон темір катать еттік, бар болған сол. Мен өзім мысалы кәсіп салада жүргендіктен жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем өзімнен деген ұстанам. Сіздер қалай болды? Қандай да бір жағдайға байланысты істемей қалды ма? Жоқ, өздеріңіз ары қарай жүргізе алмадыңыздар ма? Біздер сөздің шыны керек жүргізе алған жоқпыз. Темірдің күрт көтеруіне байланысты біздер басқа жұмыспен айналысып жатқандықтан бұны тоқтатып қойдық. Яғни жаңа қазір жұмыс істеп тұр, иә? 380 ба? 380 жұмыс істеп тұр. Бағасы нақты беретін? Нақты беретін бағам 4 миллионға берем. 4 миллионға бересіз. Және бір ғана дүние емес, бірнеше дүние шығарады дедіңіз, оның матрицалары ана жақта тұр дедіңіз, иә? Иә. Ана жақта бізде тұр матрицалар. Соны барып көрейік. Жақсы көрейік. Мынау осы станокқа келетін направляющий профильдерге арналған матрицалар. Бұл жерде екі түрлі матрица бар. Осы матрицалармен түгелімен бірге береміз.